Сағат түнгі 1:54 кетті. 18 қаңтар 2026 жыл. Ал мен қазір сіздерге жазушы Франц Кафканың ғашығы Миленаға жазған бір хатын оқып берейін. Өзіме қатты ұнаған еді. Тыңдап көріңіздерші, сіздерде қалай жазылған. Қымбатты Милена, ертең-ақ дүние қирамақ болса ғой, сонда мен келесі пойызға мініп, Венаға жетіп, сенің есігіңді қағып, менімен бірге жүр. Милена, біз бір-бірімізді еш күмәнсіз, еш қорқынышсыз, еш шектеусіз сүйеміз. Себебі ертең әлем жоқ болады дер едім. Мүмкін біз сүйіспеншілікте ессіз болмайтын шығармыз. Өйткені бізде уақыт бар деп ойлаймыз, немесе онымен санасуға мәжбүрміз. Бірақ егер бізде уақыт жоқ болса ше, немесе уақыттың өзі мәнсіз болса ше, шіркін, ертең-ақ дүние қирамақ болса ғой, сонда біз бір-бірімізге расымен де үлкен көмек көрсетер едік. Франц Кафка.